Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Сысқасқызы. Бүгін сіздермен церебральды сал ауруы туралы сөйлесетін боламыз. Бұл ауру не үшін пайда болады, қандай түрлері бар және алғашқы белгілері қандай, осы туралы айтатын боламыз. Соңына дейін видеоны көріңіздер. Алғашқы кезеңде қалай бұл ауруды анықтауға болады, сол туралы толық ақпарат аласыздар. Алдымен менің каналыма тіркеліп, подписаться деген батырманы басып, уведомление деген значокты басып, комментариялар жазып, каналда активті болып отыруды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Церебральды сал ауру дегенімізді көбісі ДЦП деп таниды. ДЦП дегеніміз ол детский церебральный паралич. Қазіргі таңда детский деген сөз алынып тастады, өйткені бұл ауру ересек жастарда жалғасады. Бұл ауру не үшін пайда болады? Бұл ауру бізде ми бірнеше бөліктен тұрады. Және әр бөлігі мидың әртүрлі қызмет атқарады. И осы мида қай бөлікте гипоксиялық ишемиялық өзгеріс болады, сол жерде жаңағыдай функция бұзылады. Егер мидың моторлық бөлігінде гипоксиялық ишемиялық өзгеріс болатын болса, баланың қимыл қозғалысында проблема болады. Егер ойлау қабілетіне жауап беретін бөлікте осы өзгеріс болатын болса, ойлау қабілеті бұзылады. Сол сияқты сөйлеудің бұзылуы, ойлау қабілетінің бұзылуы, немесе тырысу ұстамаларымен бірге, немесе тепе-теңдік сақтау қабілетінің бұзылуы болуы мүмкін бұндай балаларда. Енді бұл аурудың пайда болу себебі гипоксиялық ишемиялық өзгеріс деп айттық. Бұл өзгеріс мысалы баланы жүктілік кезінде, мысалы анасы көп стресске шалдығатын болса, немесе жаңағы белгілі бір инфекциялық аурумен ауыратын болса, сол кезде осы мидың даму кезінде, даму барысында жаңағыдай кислород, гипоксия деген, яғни кислородтың тапшылығы, оттегі жетіспегендіктен мидың осы белгілі бір бөлігінде жаңағыдай бұзылыс болады. Яғни егер моторлық нейронда бұзылыс болатын болса, именно қимыл қозғалыста балада өзгерістер байқала бастайды. Енді гипоксиялық ишемиялық өзгерістер дегеніміз, мысалы, инфекциядан болуы мүмкін, немесе қандай да бір травмадан болуы мүмкін, қан құйылудан болуы мүмкін. То есть ол жерде себептер өте көп. Содан кейін балада жаңағыдай әртүрлі біз қимыл қозғалысының бұзылысын байқаймыз. Сәл өскен уақытта уже психикалық бұзылыстарын және сөйлеу бұзылыстарын, кейде тырысу ұстамаларды біз байқаймыз. Енді бұл церебральды сал ауруының енді көбісі білетіні, ол ДЦП-мен ауыратын балалар параличке ұшырайды. То есть бір қол, бір аяғы, мысалы, дұрыс жаңағыдай жұмыс жасамауы мүмкін, немесе тепе-теңдік дұрыс ұстамауы мүмкін, балалар. То есть ол көзге көрініп тұрады. Енді осындай өзгерістерді ерте кезеңде қалай анықтауға болады? Ерте кезеңде бізде определенный баланың даму уақытысында, даму барысында өзінің белгілі бір даму кезеңдері болады. Яғни, мысалы, бала 2-3 айға дейін басын ұстау керек. 2 айда көп балалар басын ұстайды. Кейбір балалар 3 айға уже четко ұстайды. Бірақ бұл ауруға шалдыққан балалар көбінесе 3 айдың өзінде басын ұстай алмайды. Келесі белгі, ол бала мысалы 6 айға дейін, 4 айдан жоғары уже аунап бастау керек. Бұл диагнозбен ауыратын балалар көбінесе аунамайды. 6 айға келді, бірақ ешқандай балам аунамай жатыр дейді. Енді кейбір балалар, конечно, 6 айдан жоғары біраз уақыт кешігуі мүмкін, но не всегда. То есть балалар бізде развитиясы білініп отырады. Қай кезде аунамайды, қай кезде жаңағыдай
отырмайды, мысалы еңбектемейді уақытылы, және де бала аяғын дұрыс тіремейді. Вертикальды состоянияға аяқты қоятын кезде балалар аяғын толық баса алмайды, денесін бел аймағын мысалы ұстай алмайды четко. Және де егер уже 6 айдан жоғары балаларды біз вертикальды состояние қоятын болсақ, олар аяқтарын басып, сәл алдыға жаңағыдай көмектесетін болсақ, уже аяқтарымен қимыл қозғалыс жасай бастайды. Бірақ бұл балаларда ондай қозғалыстар болмайды. Бұл кезде обычно осы қимыл қозғалыстан бөлек тағы психикалық жағынан да ауытқу болуы мүмкін, немесе сөйлеу жағынан да ауытқу болуы мүмкін. Яғни 2-3 айға келген бала, сіздер атын атап жақындаған кезде сіздер танып, күліп, сондай реакция болу керек балаларда. Көбінесе психомоторлық жаңағыдай отклонение дейміз, дамудың артта қалу болған кезде бұндай балалар ондай реакция бермейді. Және де агу, гагу, неше түрлі жаңағыдай бөліп айтатын звуктарды бала айта алмайды. Яғни уже сіздер өздеріңіздің балаларыңызды даму бойынша уже байқап отыруларыңыз керек. Бала 2 айда четко басын ұстады ма, ұстамады ма, аунады ма, аунамады ма, отырды ма, отырмады ма. То есть бір жарым жасқа дейін бала жүру керек. Бұл диагнозға шалдыққан балалар обычно жүре алмайды. Көбісі задержкамен, өте ауыр көп реабилитациялық емдерден кейін ғана бері қарай бастайды. Енді бұл аурудың жаңағыдай көбінесе жалпылай алған кезде 3 түрі жаңағыдай болады. Біріншісі спастикалық түр. Спастикалық түрінде балалардың мышцаларының тонусы өте жоғары болады, спастичный болады, қимыл қозғалыстар қиын болады. Көбінесе спастика мидың қай бөлігі зақымдалды? Егер сол жақ қыртысында зақымдалу болса, оң қолмен оң аяғында болуы мүмкін. Оң жақ қыртысында зақымданып болса, наоборот, сол жақта жаңағыдай выраженная спастика дейді. Сондай белгілер болады. Екінші түрі ол жаңағыдай дискинетикалық түрі дейді. Яғни бұл кезде бала өзі байқамайды, бірақ әртүрлі қимыл қозғалысты, өзінің еркінен тыс қимыл қозғалыстар, яғни басы бұрылады, немесе қолын қайта-қайта сермейді деген сияқты сондай белгілер болады. Үшінші түрі ол астатическая форма дейді. Яғни бала тепе-теңдік сақтай алмайды. Көбінесе бізде миымыздың мишық бөлігі тепе-теңдік сақтауға жауап береді. Осы мишықта өзгеріс болатын болса, бала тепе-теңдік ұстай алмайды. Сондықтан шаткость болады, яғни түзу тұра алмайды, теңселіп тұрады. Сондықтан астатическая форма дейді. Негізі үлкен осы 3 топ. Ол 3 топтан да бөлек, конечно, түрлері бар. Бірақ енді жалпылай алғанда примерно сіздердің түсініктеріңіз болу үшін осы 3 түрін негізі біз белгілеп айтамыз. Енді балаңыз дамуын байқайсыздар, қалай жаңағыдай сөйлеу жағын байқайсыздар, сізге қалай реагировать етіп жатыр. Сондықтан сіздер әр уақытқа өзінің возрастына сай сіздер байқап отыруларыңыз керек балаларыңызды. Егер осы диагноз қойылатын болса, церебральды сал ауру диагноз қойылатын болса, емі міндетті түрде үлкен реабилитациялық емдерді талап етеді. Яғни баланы жаңағыдай, егер мышцасының тонусы, бұлшықеттерінің тонусы өте жоғары болатын болса, тонусты төмендететін арнайы жаттығулар жасалынады, арнайы массаж жасалынады деген сияқты реабилитациялық емді ертерек алу керек. Ертерек диагноз қойылып, ертерек реабилитациялық ем алатын болса, бұндай балаларды жаңағыдай восстановлениясы ертерек болады. Өйткені ми пластичный болады кішкентай кезінде, жақсы олар емге көнеді. Ал егер уақытысы өтіп кететін болса, әрине кішкене қиындау болады. Сондықтан енді церебральды сал ауру туралы примерно енді жалпылай айтқан кезде осындай белгілері болады. То есть бала даму жағынан артта қалады. Моторлық жағынан да, психикалық жағынан да, кейбір жағдайларда судороги де болуы мүмкін. Просто ол белгілері мидың қай бөлігінде зақымдану бар, соған байланысты болады. Бұл кезде міндетті түрде тексеру кезінде МРТ жасалынады.
МРТ это золотой стандарт дейді, иә. Яғни МРТ-да біз мидың қай бөлігінде жаңағыдай зақымдану бар екенін толығымен көре аламыз. Және диагноз қою үшін де, балаға жаңағыдай ем жасау үшін де бізге МРТ міндетті түрде керек. Егер ерте кезең болатын болса, УЗИ-ге де түсірсе, УЗИ-да егер перевентрикулярный лейкомаляция деген диагноз болатын болса, бұл кезде қауіп өте жоғары. Перевентрикулярная область бізде мида, сол бізде жаңағыдай моторлық талшықтар сол жерден өтеді. Егер сондай УЗИ-да сіздер заключение көретін болсаңыздар, міндетті түрде невропатологқа келіп, сіздер сол кісіден кеңес алуларыңыз керек. То есть қауіп қатер қандай, жоғары ма, төмен ба, то есть қандай ертерек біз жаңағыдай шара қолдануымыз керек деп сіздер ертерек дабыл қағуларыңыз керек. Осы мәліметтер сіздерге пайдалы болған болса, және де церебральды сал ауруы туралы кішкене түсініктер пайда болған болса, астына комментарийға жазып кетіңіздер. Егер сұрақтарыңыз болғанса, немесе қосымша тақырыптар қозғағыларыңыз келсе, тоже комментарийға жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Ақжарқын Сейтқазықызы, дәрігер невропатолог. Ауырмаңыздар, қош сау болыңыздар.